Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін өте дәмі тіл үйіретін, жұмсақ болып шығатын, ең бастысы шашырамай пісетін котлеттердің құпиясымен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен нанымызды осылай жартысынан көбірек қылып бөліп аламыз. Сонан соң осындай бетіндегі, астындағы, жанындағы қатты жерлерін алып тастаймыз. Сонан соң қалған нанымызды бөліктерге бөліп, шұңғылдау бір ыдысқа бөлме температурасындағы суға бататындай етіп салып қоямыз. Котлет дайындауға мен сиыр етін пайдаландым. 1 килограмм тартылған сиыр еті қажет. 100 грамм капуста, 100 грамм картоп, 100 грамм жуа пайдаланамыз, және 2 дана жұмыртқа қажет. Барлығын ұсақтап блендердан өткізіп алуымыз қажет. Блендер болмаған жағдайда еттатқышқа тартсаңыздар болады. Мен өзім солай жасадым. Және де ескере кететін жайт, бұл жерде біздің картобымыз, жуамыз суынан ажыраған соң 100 грамм болуы қажет. Бірақ капустаны суынан ажыратпай тартылған күйінде қосамыз. Осылай қаттырақ қолымызбен сығып, суынан ажыратып алатын боламыз. Егер сіздерде мәрлі болса, мәрлі пайдаланған жақсы негізінде. Менде болмаған соң осылай жасадым. Жуаны да дәл осылай суынан ажырататын боламыз. Қосқанда, яғни бізде осы суынан ажыраған кезде 100 грамм шығу қажет. Картоп та жуады. Енді бір ыдысымызға барлығын қосып дайындайтын боламыз. Тартылған етімізді, үстіне жуамызды 100 грамм, 100 грамм картобымызды, 100 грамм капустамызды саламыз. 1,5 шай қасық тұз қостым, және 1 шай қасық бұрыш қостым, және 2 жұмыртқаны қосуды ұмытпаңыздар. Қалауларыңызша приправа, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен алғашында бөлген нанды ұмытып кеттім. Сонан соң қосып, мінекей араластырып жатырмын. Бөлген нанды да қолымызбен осылай екі жағынан сыға отырып, суынан ажыратуымыз қажет. Осылай жасап шығатын боламыз. Енді жақсылап бастарын біріктіріп, асықпай араластырып аламыз. Қолыңызға батып жатса, картоп, капуста алып тастауыңызға болады. Алып тастауыңыз қажет, себебі шашырап кетуі мүмкін піскен кезде. Асықпай араластырып, осылай ұрып араластыруымыз қажет. Енді осы дайын болған етімізді бөліктерге бөліп шығамыз. Мен 70 граммнан бөліп шықтым. 70 граммнан бөлген кезде менде 29 штук шықты. Барлығын дөңгелек етіп, осылай дайындап алатын боламыз. Мінекей дайын болды барлығы. Енді котлетімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай алдын ала дайындап алуымыз қажет. Қоятын поднос немесе осындай. Менің морозильнигім кішкентай болған соң мен осындай досқаларды пайдаландым, және бетіне одноразовый пакет
сухариден сүйіп қойсаңыздар болады. Панировочный сухаридан. Осы панировочный сухариға батыра отырып, котлеттеріміздің барлығын дайындап алатын боламыз. Сопақша етіп және дөңгелек етіп жасадым. Қалың қылмаңыздар, жұқа да қылмаңыздар, орташа етіп жасаңыздар. Жұқа болса, сіздерде ол сынып қалуы мүмкін, ертең пісірген кезде. Сондықтан жұқа қылмаңыздар. Дайын болған котлеттерді 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қатырып алатын боламыз. Міндетті түрде беттерін жабыңыздар, себебі иіс болса, мысалы, тоңазытқышта иіс сынып қалуы мүмкін. Сол себептен міндетті түрде бетін жақсылап жабуыңыз қажет. Мінекей, осымен менің котлеттерім дайын болды. Енді бір пакетке осылай барлығын жинастырып қоятын боламын. Бұл дайын котлеттерімізді біз 3 айға дейін сақтауымызға болады. Дайын котлеттерімізді сковородкада, морозильниктен шығарған бойда майда қуырып, және сонан соң суын құйып, жарты сағат екі бетін алмастыра отырып пісіріп алу қажет болады. Немесе мантоваркада буда пісірсеңіздер де болады, немесе духовкада пісірсеңіздер де болады. Менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Бұл котлеттер өте дәмді болып шығады. Өз отбасыларыңызды дәмді ас дайындап беріп қуантыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Арнамнан алыстамаңыздар, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі де керемет рецепттермен бөлісемін. Әзірге сау болыңыздар.